Қыздар, пешсіз, миксерсіз, тіпті сливкиді де қажет етпейтін өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Бұл бізде молочный девочка тортының табадағы варианты. Сгущенкаға осылай 2 жұмыртқа салып, ұн салып, және де 1 шай қасық разрыхитель салып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илеп аламыз. Мөлшерлерін төменге тастап кетемін. Және кішкене ұн сеуіп, осылай 8-9 бөлікке бөліп аласыздар. Дөңгелектеп жайып, менде диаметрі 20 болды. Осылай кесіп алып, құрғақ табаға қыздырып саласыздар, және де екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Өте тез піседі, қарап тұрыңыздар. Ешқандай шикі болып шықпайды. Енді мінекей креміне көшеміз. Қаймақтың үстіне осындай кәдімгі баклажкадағы сгущенканы пайдалансаңыздар да болады. Өте дәмді крем шығады. Ванилин қоссаңыздар да керемет болады. Тортымызды жинақтауға көшеміз. Осылай жинақтап болған соң жарты сағатқа тоңазтыққа жібереміз, және де бір қоржын ұнтақтап шеттеріне осылай жағып шығамыз. Қыздар, өте дәмді торт болып шығады. Шынымен де жасап көріңіздер.